Құрметті студенттер, шәкірттер менің, бүгінгі біздің қарастыратын 15-ші тақырыбымыз ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы. Олай болатын болса, қарастырылатын негізгі сұрақтарымыз және презентациялық материал, слайдтар толық сіздерге көрсетіліп тұрады. Соған зер салып, зейінмен тыңдай отырып, өздеріңіздің көзқарастарыңызды шыңдай отырыңыздар. Сөздің төркіні ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы. Бұл салаға келген кезімізде мәңгілік ұлттық идеясының мәні, оның маңыздылығы, сабақтастығы, мәңгілік патриоттық актісінің жесір басты құндылықтары, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру стратегиялық бағдарлама мақаласындағы қоғамдық сананың жаңғыру мәселесі. Бұл саладағы латын әліпбиіне көшу логикасы, 100 жаңа оқулық жобасының мәні, туған жер бағдарламасы, Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары, Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы, Қазақстандағы 100 жаңа есім жобаларының жүзеге асырылудағы маңыздылығы. Елбасының үлкен ерен еңбектерін біз сіздермен өткен лекциямызда қарастырдық. Олай болатын болса, елбасы стратегиялық дамуды өзінің әр жылғы дәстүрлі жолдауларына қарастырды. Соның бірінде 2012 жылдың 14 желтоқсанында дәстүрлі жолдау Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты деп аталынды. Мінекей 2014 жылдың 17 қаңтарында дәстүрлі жолдау Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ деп аталынды. Мінекей осы кезеңде қарап отырсаңыздар, қазақ елінің ұлттық идеясы мәңгілік ел. Елбасы дәстүрлі жолдауына осылайша мәлім етті. Мәңгілік ел идеясы қазақ халқының ата-бабаларынан сонау көне бағыз заманнан келе жатқан тарихи сабақтастық арқылы жалғасып, бүгінгі мінекей тәуелсіз Қазақстан Республикасына дейін жеткен ұлы мұратымыз және ұлттық идеямыз болды. Ата-бабаларымыздың ықылым заманнан аңсаған арманы әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрап отырып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Бұл армандардың барлығы ақиқатқа айналды. Кезінде Ресей империясының отар елі, коммунистік тоталитарлық жүйенің құрбаны болған Қазақстан 1991 жылы 16 желтоқсанда айдай әлем еліміздің тәуелсіздігін мойындады. Ішкі саяси тұрақтылығымызға байланысты әлем өркениетіндегі мемлекеттер Қазақстанмен тығыз қарым-қатынастар орната бастады. Енді мінекей тәуелсіз мемлекет атана отырып, ары қарай мінекей жаңа мұраттарға қол жеткізді. Елбасы осы жолдауда былай дейді: мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесінен қатынас құрып, тәуелсіз мемлекет атану еді. Бірақ біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргетасын қаладық. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін ұлтты үйістіру бұл мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі, мәңгілік ел ордамызды тұрғыздық. Қазақ елінің ұлттық идеясы мәңгілік ел. Мәңгілік ел, мен мәңгілік ел ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары Қазақстан 2050 стратегиясының түп қазығы етіп алдым деп, мынау еліміздің тарихында жаңа рухани мәдени қоғамдық сананың жаңғыру кезеңіндегі басталғандығын жариялайды. Қадірлі шәкірттер, студенттер, алда үлкен мақсаттар туындады. Осы шақта мәңгілік ел патриоттық актісі қабылданды. Мәңгілік ел патриоттық актісінің 7 тұғыры белгілі. Мызғымас 7 тұғыры. Ең бірінші,
Мәңгілік ел бұл тәуелсіздік және астана. Мәңгілік ел бұл жалпы ұлттық бірлік пен бейбітшілік пен келісім. Мәңгілік ел бұл зайырлы мемлекет және жоғары руханият болып табылады. Мәңгілік ел бұл инновация негізіндегі тұрақты экономикалық өсім. Мәңгілік ел бұл жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Мәңгілік ел бұл тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Және мәңгілік ел бұл ұлттық қауіпсіздік және Қазақстанның жалпы әлемдік және өңірлік проблемаларды шешуге жаһандық тұрғыдан қатынасуы. Қадірлі студенттер, біз өзіміздің жетістіктерімізді қорғауға тиіспіз. Міне осы салаға келген кезде 7-ші тұғырға ұлттық қауіпсіздікті нығайту әрбір азаматтың өз елі патриотының қасиетті парызы болып саналады. Біз бейбітшілік пен келісім идеясын ілгерілете отырып, еліміздің халықаралық аренада мойындаған беделін нығайта түсетін боламыз. Неге? Сіздер мен біздің алдымызда осы үлкен мақсат мүдделер тұр. Ол мүдделерді іске асыру баршамыздың негізгі қасиетті борышымыз. Жалпы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Біздің отанымыз бір. Тәуелсіз Қазақстан. Бізбен өмір сүріп жатқан басқа ұлттың этностардың тағдыры ортақ. Олай болатын болса, зайырлы мемлекет пен жоғары руханият құратын болсақ, біз еліміздің бірегей рухани келбетін айқындайтын діндер мен өркениеттің жаһандық үнқатынасуын әрі қарай жан-жақты дамытуымыз. Мәңгілік ел бұл жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Елдің барлық табыстары, жетістіктері барша қазақстандықтар күн сайын қажырлы еңбегінің нәтижесінде. Олай болатын болса, әрбір азаматтың еңбегі, еңбек сүйгіштігі бұл жауапкершілікті қажет етеді. Ал сонымен қатар еңбек адамына деген құрмет бұл баршамыздың осы құндылықтарды нығайтуымыздың негізі болып табылады. Қадірлі студенттер, мәңгілік ел идеясы бұл жай ғана туындай қалған шаруа емес. Олай болатын болса, талай дәуірдің сынынан сүріндіруге жеткізген тұғырлы идея болып табылады. Егерде 2016 жылдың 26 сәуірінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының 24 сессиясында қабылданған мәңгілік ел патриот актісі үлкен серпіліс жасауға әкелді. 7 құндылығы қазақстандықтардың тәуелсіздік нығайтуына, еркінде өркендеген елдің өмір сүруіне негіз болды. Еліміздің дамуы, халқымыздың осынша кезеңдегі даму үрдісі мемлекеттің мәртебесін өсіріп, ұлт абыройын асқақтату жолында өміршең оймен, жаңаша бастамалармен, ұтымды саясатпен, еліміздің нығаюымен халықаралық арадағы беделді позициясында орналасуына негіз болады. 2017 жылдың 12 сәуірінде елбасы Қазақстан халқына жариялаған болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарлама мақаласын жариялады. Елбасының мақаласында қазіргі Қазақстанның басты рухани құндылықтары айқын орын алды. Стратегиялық міндеттерді шешуде негізгі жолдар болады. Олай болатын болса, рухани жаңғыру бағдарламасы осы мақалада өзекті болды. Жаңа дәуірдегі қоғамдық сананы жаңғырту, оның 6 бағыты ұсынылды. 6 бағыты болды. Қарап отырсаңыздар. Бірінші бағытына келетін болсақ, бәсекелік қабілет. Екінші бағытымыз бұл прагматизм. Үшінші бағытқа келетін болсақ, ұлттық бірегейлікті сақтау. Төртінші, білімнің салтанат құруы. Бесінші, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы. Ал алтыншы, бұл сананың ашықтығы. Елбасының мақсаты ұлттың ұлы мұраты болды. Олай болатын болса, ұлы дала елінің бойында белгілі тарихи себептермен
қалқып кеткен прагматизмді ояту арқылы ұлттық қоғамдық ойға, іске сілкініс жасау, тәуелсіз елдің санасын жаңғырту болып табылады. Елбасының мемлекет пен қоғам алдына қойып отырған нақты міндеттері рухани саладағы түбегейлі реформалардың бастауларына айналғандығы белгілі. Латын әліпбиіне көшу бұл мәңгілік елдің рухани жаңғыруының басы болса, туған жер бағдарламасы жаңа ғасырдағы әлемдік, өңірлік, ішкі сыртқы тәуекелдерге қарсы тұра алатын отаншылдық тәрбиенің ұлтжандық кепілі болды. Елбасы өзінің осы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында туған жер бағдарламасын қолға алуды ұсынды. Себебі елбасы былай дейді: туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар деп, туып өскен аймағымыздағы жер, су аттарын құрметтеуге шақырды. Қадірлі студенттер, өздеріңіз білесіздер, кезіндегі мінекей отаршылдық езгі тоталитарлық жүйе, орыстандыру саясаты осыған үлкен нұқсан келтірді. Жер су аттары, елді мекендер өзінің байырғы атауларынан басқа тілдерге көшірілгені белгілі. Олай болатын болса, осындай кезеңде егерде болашаққа бағдар рухани жаңғыру мінекей еліміздің өзекті мәселесі болатын болса, ол өткенге тағзым, болашақтың еңсесі деп білеміз. Және де бұл мәселеде асығысты танытпауымыз керек. Өте абайлап, тездетуді емес, тиянақтылықты қажет етеді. Сабыр мен сарабдылықты талап етеді. Өйткені уақыт, кеңістік, қателікті ешқашан кешірмейді. Ал енді елбасының осы мақаласына сәйкес Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы жалпы ұлттық қасиетті орындарды және оның қастерлі жерлерін сақтау үшін әрі елдегі туристік инфрақұрылымды дамытуға мүмкіндік береді. Өйткені жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасын іске асыру Қазақстанды өз шығармашылығы арқылы дүниежүзіне танытатын көптеген таланттарға жол ашады. Баршаңызға ықылас қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарыңыз сәтті өтсін.